Сәлем достар, менің каналыма хош келіпсіздер. Бүгін мен ерекше салат фунчоза салатының рецептімен бөлісетін боламын. Үшін бізге бір қалта фунчоза, бір сәбіз, 4 қияр, 2 бас пияз, 2 бас сарымсақ пиязы, 1 балғар бұрышы керек болады. Ең алдымен кеңірек ыдысқа фунчозаны қайнаған ыстық суға салып қоямыз 15 минутқа. Фунчоза ісініп өзіне келем дегенше, дайын болам дегенше, біз мұнда көкөністерді кесіп, турап дайындаймын. Ең алдымен сәбіз кескіштен салып өткізіп аламын. Сәбіздің тым ұзын немесе тым қысқа болмағаны дұрыс. Ал енді қиярды да ұзынша етіп кесіп дайындап аламын. Қызыл түсті балғар бұрышында ұсақтап турап аламын. Енді осы салаттың қызыл рең беріп тұрған осы қызыл балғар бұрышы. Пиязды да майдалап турап, оны майға қуырып аламын. Енді тауықтың төс етін ұсақтап турап алу керек. Ұсақтап турап алған соң, оны майда қуырамын. Майда қуырған кезде оны тым көп уақыт қуырмайды. 5 минут қызартып қуырсаңыз жеткілікті. Тауықтың етінен соң, тауықтың етіне аздап тұз қосып, және қара бұрыштан қостым. Одан кейін барып пиязды да салып қуырдым. Тым көп қуыруға да болмайды. Пиязды аздап солытып қуырсақ жеткілікті. Ендігі кезекте қызыл бұрышты салып, оны да аздап солығанша қуырып аламын. Балғар бұрышынан кейін қызыл сәбізді қуырамын. Одан кейін барып сарымсақ пиязды да қосамын. Суық суға салып алған соң, оны кесіп, үлкен ыдысқа салып, тым ұзын болмаған дұрыс, жеуге ыңғайсыздау болады. Фунчозаның үстіне кинзаны майдалап турап салдым. Оның үстіне қиярды салдым. Қиярдан кейін жаңағы майға қуырған заттарды қостым. Енді салаттың дәмін ерекшелей етіп тұратын соя майын қостым. 3 ас қасық қоссаңыз, және де 1 ас қасықта уксустың сумен араласпақ қоспасын қостым. Міне салатымыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға. Бәріңізді осындай салат жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.